Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға өткен маусымның үздік сұрмергендерінің бірі Қайрат командасының бразилиялық шабуылшысы Жоао Паулоның салған голдарын ұсынамыз. Тамашалаңыздар. Ал Паулу тамаша соққыдан кейін есеп ашып кетті. Жоао Паулу 40 минутта қандай мүмкіндікті пайдаланды. Күтпеген шабуыл болды расында. Жоао Паулу маусымдағы бірінші голын салды. Есеп 1-0. Арат әулеті көтеріп берді. Қақпаға соққы. Жоао Паулу ыңғайын келтіріп тағы бір соққы жасап көреді. Және гол! 68 минутта қонақтар тағы да гол салды. Гол авторы бразилиялық Жоао Паулу. Қақпа бағанасына тиіп барып әдемі кірді гол. На удар, что ли, решился Яшин? Или это была просто передача в штрафную? И убегает вперед кайратовцы. Классно открывается Жоао Паулу. Выход 1 на 1. Удар. Гол! 1-0. Выходит вперед Кайрат. Жоао Паулу в своем стиле. 35 лет нападающему, но какая скорость. Ал қазір қараңыздаршы, қалай керемет ашылды. Ешкім жоқ оны жабатын. Шамко артта келе жатыр, қуып жете алмайды. Ал Лобанцев күтіп тұрды соңғы сәтке дейін. Бір кедергі келтірерін деп жоқ. Сантана здорово играет. И справа Сейдахмет простреливает. Мяч во вратарской. Удар. Гол! 29-я минута. Какой быстрый ответ Кайрата. Это Жоао Паулу. Посмотрим, как все это происходило. Сейдахмет простреливает. Там не дотягивается до мяча Кажуколова. Далее Быстрову не удается вынести мяч из вратарской, поскольку мешал ему Арат. Мяч отскакивает к неприкрытому Жоао Паулу. И тот в упор. Бірінші лига аясында 2 кездесу өткізген Қайрат жастар командасымен. Ал қазір Жоао Паулу соққы қақпаға, есеп 1-0. Жоао Паулу матчтағы алғашқы голды соқты. Қорғаныстағы қателікті өте жақсы пайдаланды. Бірінші таймда көп көзге түспеген 11-ші нөмірлі шабуылшы биылғы маусымдағы өзінің 5-ші голын салып отыр, құрметті көрермен. Валерий Громыйкомен теңестенді. Бомбардирлер тізімінде Валерий Громыйко сондай-ақ. Ойыншыларға тиіп кейін қайтты. Дегенмен Қайраттың шабуылы жалғасын табады. Және есеп 2-0-2 қадірменді көрерменді. Жоао Паулу секілді көрінген еді. Одан кейін қараңыздар. Әдемі пас, әдемі мүмкіндік. Пас берген Громыйко. Гол соққан Жоао Паулу. Үлгере алмай қалған Стаменкович болатын қорғаушы. Әдемі. Қайрат командасы міне осылайша жақсы. Топ сары қара жейделілерде. Заряның пас тамаша болды. Есеп ашылатын сәт бол. Қақпаға соққы. Гол әзірге есепке алынды, бірақ офсайд болмады ма? 1-0. Жоао Паулу 11-ші нөмірлі футболшының қайталауын көреміз. Біз офсайд болды ма деп те күмәнданып тұрмыз. Дегенмен шыны керек, Жоао Паулу ойыннан тыс қалмаған секілді. Гол! Есеп 1-0. Бразилиялық футболшы мына жақта Покатиловты керемет. Ал енді елдер Сантана жоқ. Сантана бер алмаған пасты қазір Громыйко берді. Бұл жақта Юг Станоев. Станоев жер бауырлата. Кім бар тебетін? Жоао Паулу! Не деген соққы! Жоао Паулу қақпаның торын бүлк еткізді. Есеп 3-0. Тағы да Станоев шығарды бұл допты. Есеп 3-0. Қайрат
мәселені бірінші таймда шешіп тастағысы келетін сияқты. Жоау Пауло чемпионаттағы биылғы маусымдағы 8-ші голын соғып отыр. Жеке дара 3-ші орынға шықты мергендер көшінде. Алматылықтарға өтті. Георгий Зария қапталда. Бірақ ортаға бер топты. Ал қазір тағы бір соққа. Бұл 4-ші гол деген сөз. Жоау Пауло чемпионаттағы голдар санын 9-ға жеткізді. Бүгін ол Яқшибаев пен Чеснаковты қуып жетті. Мергендер көшінде 9 голдан соққан 3 футболшы бар. Жоау Пауло бүгінгі ойында дубль жасап отыр. Зария бастады міне. Ортамен алып келді. Қандай пас берді? Становев. Оң қапталдан Қасаболат пас берді. Міне жақсы Жоау Паулоның соққысы. 5-ші гол соқты ғой. Қайрат ойынның нүктесін қойды. 5-ші голмен. Жоау Пауло мергендер көшінде алға шығып отыр. Чесноков пен Яқшибаевты төмен сырғытты. 10 гол болды.